Арма қадірлі көрермен, сіздермен бірге мен Талғатжан Қоңытбекұлы және менің әріптестерім қазір бәріміз жеке-жеке танысатын боламыз. Бүгін бізде тақырып қазақ тілі туралы сөз қозғайын деп отырмыз. Подкаст форматында өткіземіз, яғни еркін форматта бірімізбен әңгімелесу арқылы, сұрақ қою арқылы қызықты әңгіме өрбітейік деп жоспарлап отырмыз. Яғни кел сөйлесейік клубының жұмысы жайлы, жоспары жайлы, нәтижесі жайлы әңгіме қозғамақпыз. Енді осы жайды сіздерге алғашқы сауалым. Жалпы кел сөйлесейік клубының маңыздылығы қандай деп ойлайсыздар? Кім бастағысы келеді? Кім бастайды? Мұғалім бастайды. Кел сөйлесейік ұйымы деген біріншіден сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айхат болады. Осы кел сөйлесейік қазақ тілі оқытатын ұйымның оқытушысы боламын. Енді қалай айтсақ болады? Жалпы қазақ тілінің қоғамда таралуының маңызын ол айтпаса да түсінікті. Біріншіден ол біздің мемлекеттік тіл. Қазір байқап отырсаңыздар, біздің оқушыларымыздың арасында да мемлекеттік тілге деген құрмет артып келе жатыр десек болады. Бұл бірінші орында әрине мемлекеттік тіл болғандықтан. Екіншіден қазақ тілін үйрену өзге ұлт адамдар үшін біздің кең әдебиетімізге, яғни біздің терең мағыналы көркем әдебиетімізге олар үшін жол ашатын еді деп мен айта алатын едім. Негізгі маңызы осыда. Қазақ әдебиетінің қандай тұнып тұрған қазына екенін өздеріңіз айтпаса да түсінікті деп ойлаймын. Негізгі маңызы осы деп ойлаймын, екі маңызы. Жалпы мен айтар едім, міне біз сезон деген қазір модада ғой, трендті. Біздің Оралхан Бөкей атындағы қалалық кітапхана 2 маусым бітірді. Міне осы кел сөйлесейік клубының жалпы қала тұрғындары арасында. Мен айтар едім, біздің қоғам арасында, оның ішінде қоғам деген біздің Өскемен қаласының тұрғындары ғой, сұраныс бар. Қазақ тіліне деген сұраныс бар. Бұл ешқандай саяси астар іздеп қажет жоқ. Бұл қоғамның дамуымен байланысты. Адамдардың өзінің сұранысына байланысты. Жастарда да бар, балалар ішінде де, ересектерде де жалпы қай немнен алмасақ та, адамдардың қай жастарын алмасақ та, қазақ тіліне деген сұраныс бар. Әрине біз сұранысты қалай қанағаттандыра аламыз, өмірде дүкенге барсақ, керек қазақ тілін білуге, жалпы көшеде келе жатсаң, автобустың ішінде келе жатсаң да, жалпы қызығушылық туу керек қой. Адам не айтып келе жатыр? Жалпы қандай да бір жаңалықтар айтып жатыр дейді, радиода бір жерде сәл болсын қазақ тілін білуім керек. Сондықтан да сондай қызығушылықтың арқасында біздің басқа демей қояйық, қазақ тілін білмейтін тұрғындардың арасында осындай қызығушылық пайда болды. Біз ойлаймын, осы 2 жыл ішінде, 2 маусым ішінде бірнеше ондаған адамдардың осындай сұраныстарын қанағаттандырып деп ойлаймын. Дұрыс айтады, сұраныс бар. Кісілер де келеді, зейнеткерлер де келеді, жастар да келеді. Мен мына клубына қашан келдім? Өткен жылда келдім. 1 жылында қатыссам. Қызықты. Қашан ұстаздар да кетеді, мен де сабақтарды өткіземін. Ережелер бойынша қиын. Бірақ қашан өзің ережелер түсінесің, аудиторияда шығасың, ақпарат бересің, қорқынышты кішкене болып кетті. Өте қорқынышты болып кетті. Ал қашан концерт өткіземіз, қорқынышты емес. Білесіз ба қалай? Ол атмосфера емес сөзі, қандай басқа сөзі керек. Ол ответственность, жауапкершілік. Шығасың, все, бәрі білесің. Бәрі қалай дұрыс айту керек білесің. Бәрі жақсы да өтеді, сабақтар жақсы өтеді, концерті де жақсы да өтеді. Клубта қатысады, ол да концерттер келеді. Бірақ біздің мынаны бас филиалдың тобы ең қиын тобы. Біздің зейнеткерлер келеді, біз тақтаға шықпаймыз. Біз ешқандай ойынға қатыспаймыз дейді. Қарап отыр, бәрі тыңдап отыр. Прогресс та бар, дамыту да бар. Олар өзі кетеді. Бірінші сабаққа келгенде ол саны білмейді. Қалай саны
қалай дұрыс санау білмейді, қалай дұрыс әріптерді айтуым керек білмейді, білмеген жоқ. Ал қазір бәрі жақсы да. Бәрі жақсы. Жоқ, солай бізде. Қызық екен. Мен ойлаймын, иә, осы біраз уақыттың ішінде біз көрсете алдық өзімізді, иә, қалай беру керек. Дегенмен шынын айту керек, мына көрермендерге барлығына біз кәсіби филолог, барлығымыз кәсіби филолог емеспіз. Тек қана біз қазақ тілінде жақсы сөйлейтін, қазақ тілін білетін азаматтармыз. Дегенмен соған қарамастан біз жаңағы айтып өтті Василий, біз мына жерде ереже, сондай басқа да нәрсе көп үйретпейміз. Келгеннен бастап сабақта біз бір-бірімізбен амандасудан бастап, әңгімелесумен бастаймыз, әңгімелесумен аяқтаймыз. Ол өте қызық. Әрине сабағымызда неше түрлі бағдарламаларды пайдаланамыз, әртүрлі бағдарламаны пайдаланамыз. Оның ішінде мысалы мен сабақ бергенде караокемен өлең айтамыз, қазақша болсын, орысша болсын өлең айтамыз. Көптеген өлеңдердің қазақшасы бар, орысша нұсқасы бар. Екеуі бірдей айтсаң, орысша мәнін біліп, қазақша сөздерді аударылады. Сондықтан да балалармен де, үлкендермен де жұмыс істегенде біз бейне материалдарды да пайдаланамыз, өлеңдерді де пайдаланамыз. Барлық қажетті құралдарды пайдаланамыз. Сол қызық сабақ, қызық болудың арқасында да мүмкін сол қызығушылық танытып жатқан шығармыз осы сабаққа келушілер. Енді қызығушылық танытқандар шынымен де артып келе жатыр. Басында өзі қаншадан бері өтті? Содан кейін қалай арта бастады? Қазір қаншадан бері осы туралы сөз болса? Басында бұл жерде 15 шақтадан болды, иә? 20-25 адам болды. Қазір жаңадан қосылып келе жатқандар бар. Күн өткен сайын артып келе жатыр. Ең бастысы андай құлдырау жоқ, керісінше даму бар. Қуантатын. Жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, зейнеткерлер де бар екен. Сонда көп пе? Көп. Оларға өте қызықты. Олар да келеді, ал мынау қалай мына ауызық түлікті деп аталады. Ал біз дәріханаға барғанда қалай бізге дәрі алудың керек. Бәрі жатады, бәрі жазады. Бірақ зейнеткерлер бізге де айтып, біз өте тез сабақтарды өткіземіз. Бізге асықпай сөйлеу керек. Қорқып қабылдап үлгермейді. Иә, олар дейді, сіз тез сөйлейсіз, мына тақырға жазыңызшы, мына сөз, мына түсінбедік, мына түсінбедік. Қазір бір жылдан кейін уже біз тез сабақта өткізгенде олар бізге солай айтпайды. Олар бәрі түсінеді, бәрі жатады, бәрі оларды жақсы біледі. Тағы бір қызық жері, біз енді қаланың бірнеше жерінде сабақ береміз. Сондықтан кітапханада, филиалдарда, тіпті қалалық кітапханада емес, біз кәсіпорындарға да береміз. Бірнеше кәсіпорындарға береміз. Сонда кейбір келушілер бір аптаның ішінде бір сабақ берілетін, бір сабақ аздық танытады да, ол бірнеше филиалға барып сабақ алады. Осы жерге келсе, содан кейін Гагаринадағы филиалға, тағы бір филиалдарымызға, бөлімшелерге барып, бірнеше сабаққа бір аптаның ішінде қатысуға тырысады. Енді осыған қарап, орнасың осындай қызығушылығы бар екен адамдар. Біздің оқушыларымыз қалай бізге айтады, у вас говорит душевный. Солай бізге айтады. Шын жүректен. Шын жүректен. Біздің мектепіміз ғой. Біз үй тапсырма сұрамаймыз. Егер үй тапсырмада болса, тексереміз, дұрыс емес жазған, көмектесеміз қалай дұрыс. Емтихан алмаймыз. Емтихан алмаймыз. Емтихан алмаймыз. Сондықтан да бәрі өздерінің көңіл күйлерімен келеді. Кейін уақыт болмай қалса келмей қойсын, ешкім оған келмедің деп ешқандай сөгіс жоқ, минус қоймаймыз. Әрине, ересек адамдардың жұмыстары болады, басқа тұрмыс жағдайлары болады, келмесе келесі жол келеді. Сондықтан да біз ешкімді міндетті түрде келіңдер деп, бірақ ерікті түрде бәрі келеді. Олар бізде тобынан жазады, өкініш бар еді, бүгін келмеймін, кешіріңіз, солай дейді. То есть всегда стараются сказать, келмесе себебін айтып. Себебін айтады, неге келмейді. Кешіріңіз, қандай үй тапсырма болды, сабақта қандай тақырыпта болды. Ол солай істейміз. Ал егде жастағы және ең жас қатысушы нешеде? Ең жас қатысушы 9-шы сыныпта оқитын бір кісі Жангелді. Жангелді 9-шы сынып, 8-шы сынып.
орталық филиалда ең жас қатысушы ол мектеп оқушылары 9 сынып, иә. Ал менде тағы да басқа да филиалдар бар. Жалпы менің оқушылардың ішінде ең жас дегенде бастауыш сынып оқушылары келеді. Бастауыш сынып оқушыларынан бастап, егде дегенде енді зейнеткерлер, 70-тен асқан кісілер? Шамамен сол. 80-ден асқан кісілер? 80-де жоқ. Қопсашы. Соны шектеледі ау. Осында бізде оқушылар болды. Менің енді байқап отырамыз ғой. Жалпы жас ерекшеліктеріне қарай, әрине әр оқушыларға сабақ берудің методика деген нәрсе болады ғой. Методикасы әртүрлі байқайтынымыз. Бізде қарап отырсаңыздар, мектеп оқушыларынан алып қарасақ, олардың ішінде ата-аналарының қалауымен келіп отқандары бар, ата-аналар жібереді үйінен. Одан кейін өздерінің еркімен келгендер де бар. Әрине олар көп бөлігін ата-аналарының сұрауымен жіберіп отқан балалар. Олар енді мектепте де очақты оқысы келіп жүрмеген балалар ғой. Оны демек біз қызықтыруымыз керек өзіміз. Оған түрлі жаңағы техникалық құралдарды қолдансақ та, ойындарды ойнатсақ та, кішкентай балаларды біз өзіміз қызықтыруымыз керек. Ал жаңағы өз еркімен келіп отқан, көбінесе жоғары сынып оқушылары кішкене ақыл тоқтатып, өз еріктерімен келеді. Одан кейін жас буын өкілдері бар. Ең мықты деп сол кісілерді айтуға болады. Өйткені неге десеңіз, әрине, қанша айтқанмен жас өзінікін көрсетеді ғой. Тез қағып алады материалдарды. Одан кейін олардың тағы бір ерекшелігі, қазақтың төл әріптері бар ғой. Дауысты Ö, Э, Қ деген, Ң деген әріптерді жақсы ажыратады ол кісілер. Ол да негізі біздің сабаққа үлкен плюс болып есептеледі. Негізі жастардың несі артықшылығы болса да, ал үлкен кісілер, әрине олардың бір қуантатыны, олар уақыттарын тиімді өткізу үшін келеді. Енді қанша айтқанмен зейнеткер болып үйде жата бергенде ол кісілер үшін оңай нәрсе емес. Уақыттарын тиімді өткізу үшін келеді де, көңілді көңіл күймен бізбен бірге сабағын өтіп, еркін форматта көңілді сабақ өтіп қайтады. Олардың бір әттеген ай дейтін жерлері өздері жас кезімізде оқымадық. Абай айтады ғой, жасымда ғылым бар деп ескермедім деген секілді. Сол әңгімені айтады. Негізі жалпы сабақ процесі бізде жас ерекшеліктеріне қарамай барлығына көңіл бөледі. Жақсы. Бізге бәрі бірдей. Мен өзім Жетісу облысында тудым, ауылда да өстім, қазақтар арасында негізге сақтадым, сол да келдім Өскемен қаласында. Қазір қашан бізге ұстаз мұғалімді ережелер бойынша да тапсырмалар береді, ол маған кішкене қиын. Мен сөйлеймін қазақша, бірақ ережелер бойынша кішкене ойлап тұрасың, түсіріп құрыстырып қоясың, содан кейін айтасың. Здесь, как надо сказать, даже орысшада, қазақшада десей, надо не думать, легкий емес. Чувствовать надо, сезіммен сөйлеуің керек. Көптің жалғау мысалы үшін сөз шықса ол дейді, терезелер ол емес, терезе бар, неге ол терезе бар? Қайда білеміз дейді. Терезелер, ол терезе бар дейді. Надо быстро говорить, тез айтуың керек, терезелер ғой. Уже все у тебя как сказать, на подсознании должно быть. Басын ішінде болуың керек. Все, сказал быстро, тез айтуың болады. Кез келген нәрсені ойлап, ақыл таразына сала берсең, ол шынында ауыр болып кетеді. Одан кейін шынында да қарт кісілердің тілін үйреніп жатқан бір себебі, адам негізі қартайған кезде жаңа ақпарат қабылдаса, миы да шаршамайды, миы да тез қартаймайды. Өзің жақсы сезінеді, сергек сезінеді. Бәлкім осы да шығар деп иә, біз айтамыз ғой, асарымызды жасадық, жетер жерге жеттік деп. Негізінде олай болу керек, барлық нәрсе қозғалыста болу керек қой. Қолында, аяғында, саусағында, миында, көзінде, құлағында деген сияқты. Сондықтан да жалпы кейде біреулер айтатын шығар, осы апалар, аталар бірталай жасқа келді, сен ерте жаттың, неге жатпайды деп. Жатпау керек олар, жатпау керек олар. Неге десеңіз жастарға өнеге. Міне мына кісілер келіп жүр, тілді үйреніп жүр, мен де үйренбеймін деген сияқты үлкен стимул болып отыр сонда. Сондықтан да
керісінше қуануымыз керек үлкендер келсе. Мен айтар едім, міне 7 жастан бастап 70 жасқа шейін келеді. Әрине біз кішкене балаларға бөлек береміз, ересектерге бөлек береміз. Сонда әрбірінің осы 7-ден 70 жасқа шейін қызығушылықтары мол, жақсы десе де қаламыз үлкен ғой. 400 мың адамға жеткізіп жатырмыз ба, сондықтан да біздің күшіміз ашылу етеді. Бұл жерде сабақ беруге, иә? Сондықтан да мен ойлар едім, енді ойлағанды ұсынар едім. Осындай волонтерлар көбірек болса, иә, сабақ беремін. Өйткені біз тегін береміз ғой, иә? Ешқандай ақы алмаймыз бұл жерде. Сондықтан да қазақ тілін оқып жүрген мамандар осы өздерінің тәжірибесін арттыру үшін осындай кәсіп орындарға барып, басқа да ұжымдарға барып, осы қазақша сөйлеуге үйретсе, үйретушілер саны көп болса, қазақ тілін үйренушілер саны артар еді. Иә, өте дұрыс айтасыз. Жалпы еріктілер туралы әңгімеге ауыссақ, енді шынында да бұл келісімсек қолда келіп тіл үйрету үшін бір мұғалім болудың немесе бір тілдің маманы болудың қажеті жоқ. Тек қана келіп әңгімелесіп, белгілі форматта күнделікті тұрмыста пайдаланатын заттарға қатысты, күнделікті тұрмыстағы әңгімелерге қатысты сөз қозғап үйретуге болады. Иә, кез келген қаланың тұрғыны, қадірлі көрермендерге айтып жатырмыз. Егер де тіл үйретуге, қазақ тілін насихаттауға ниетіңіз, талабыңыз болса, осы келіссөйлесейік клубына келіп ерікті болсаңыздар болады. Жалпы ерікті өте керек деп айтып қалдыңыз, иә, жаңа қанша ерікті керек мөлшерде? Әлде бір шек жоқ па? Шек жоқ. Еріктілер мысалы қандай да бір іске жұмылдырылғанда, иә, онда 20-лап саналады, 30-40 деп. Бір-екі адам болса ол ерікті емес, бір-екі, иә. Сондықтан мен ойларым, қаншалықты болса да, осы Оралхан Бөкей кітапханасына келіп, өзінің қатысуға тілегі бар екенін айтса, ол еріктіге әрқашанда жұмыс табылады, иә. Қанша ұжым бар қаламызда, қанша кәсіпорын бар, қанша бізде филиалдар бар, соның бәріне еріктілер келсе, барлығына орын табылады. Осы ретте Аян Қалымбек деген жігіт туралы айта кеткім келіп тұр. Ол ерікті болып келіп жүр, тек қана тіл ғана үйретіп жүрген жоқ, домбыра шертіп, өзге ұлттарға біздің ұлттық аспабымызды да ұлықтап жүр. Сол секілді басқа да қазақтың салт дәстүрін, мәдениетін үйреткісі келгендер болатын болса, құба-құп есігіміз әрдайым ашық. Енді еріктілерге қатысты ары қарай жалғастырсақ, жалпы бар ма еріктілер келіп жатқан Аяннан басқа? Әлде аз ба? Негізі мен осы сол Аян ағаны ғана өзім естуім бойынша сол кісіні ғана қазір ерікті түрде тілді үйретіп жүргенін естідім. Негізі еріктілер көп деп айта алмаймыз. Аз мойындаймыз, оны аз екен. Менің айтарым бұл жерде көп ойлауы мүмкін. Неліктен енді ерікті деген қарап отырсаңыз ешкім ақы төлемей, не үшін барам деген ойға келеді ғой адам. Негізі бұл жерде ақшадан да бөлек адамға берері көп бұл нәрсенің. Неге десеңіздер, менің өзім мысалы қазақ тілі әдебиет мұғалімде оқып жатырмын. Менің өзімнің группаластарымда жаңағы университетте оқитын жаңағы тіл мамандарын шақыратын едім. Өзіңіз мүмкіндігіңіз болса, үйренем деген адамдарды тауып, соған сәл де болсын өзіңіздің жаңағы тілді үйретіп жүрсеңіз, ол біріншіден өзіңіз үшін пайда, ол адам үшін емес. Біріншіден сіз тілді жан-жақты тани бастайсыз. Мысалға, ол бірінші беретін жаңағы еріктіге ол тәжірибе. Біріншіден тәжірибе, өзі тәжірибе алады. Екіншіден жаңағы тілді жан-жақты тани бастайды. Неге десеңіз, қазақ тілін білетін адамдарға қазақ тілін үйрету бір бөлек нәрседен, ал өзге тіл өкілдері, өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйрету ол мүлдем басқа мәселе. Қарапайым бір мысал келтіретін болсақ, мысалы жаңағы көптік жалғау деп айттық қой. Тар, тер, лар, лер, дар, дер деген жалғауларды, мысалы сіз қазақ мектептерінде осындай жалғаулар бар. Ол жаңағы қазақ тілін білетін адам қай жалғау, қандай сөзден кейін келетінін автомат түрде біліп тұрады. Ережеге басын қайтырмайды. Ал мына жерде сіздер өзге ұлт өкілдеріне үйреткен кезде әрбір жаңағы жалғау сөздің соңғы әріпі қандай болған кезде қай жалғау келетінен үйретуіміз керек. Ол адам соны ойланады да, ол мүлдем көрдіңіз, бізге оңай, қазақ тілді адамдарға оңай болып көрінген нәрсе,
ол өзге ұлт өкілдеріне мүлдем оңай емес. Сіз сол кезде жаңағы мысалы мен осы жерге жұмысқа кірмей тұрып, мен көптік жалғауды алғаш үйретер кезде, алғашында келген кезде оқушыларға қазақтарға қалай үйретедім, солай тақтақ үйрете саламын деп ойладым да. Ал келгеннен кейін мен үшін бір жаңа әлем ашылды. Ана жерде әрбір нәрсені зерттеу керек екен, жаңа нәрселерді зерттеу керек, соңғы әріп қандай болу керек. Енді ол әрине біріншіден өзіңіз үшін тәжірибе. Дұрыс айтасың, бұл жерде мына кез сөйлесерек клубында дәріс беріп жүрген, сабақ беріп жүргендердің барлығы тура соңғы кәсіби филолог емеспіз. Иә, тек қана қазақ тілін жақсы біріншідей беретін адамдармыз. Біз міне 2 жыл болды, Василиймен барлығымыз адамдарға сабақ бере жүріп өзімізді үйренеміз. Иә, солай 2 жылда өзіміз әлдеқайда көп білетін болдық. Иә, сөздерді де сөз қорымыз, жаңа барлық әдеби сөздерді барлығын 2 жылда талай үйрендік. Сондықтан да мен айтар едім, жаңағы еріктілер келетін болса, басқа адамдар осы келетін болса, тек қана біреуді үйрету емес, өзі де үйренемін деп ойлау керек. Сондықтан да 2 жылда біз талай нәрсе үйрендік, деп сабақ беруге болады. Ешқандай қорқыныш жоқ, өте жақсы. Барлығы жақсы көңіл күймен қарсы алады. Бұл жердегі дірілдеп отыратын ешқандай жоғары оқу орнының сабағы емес, бір ай оқып сынақ алатын сабақ емес, бір 90 оқып емтихан алатын сабақ емес, бұл ерікті түрде барлығы жақсы көңіл күйде өтетін керемет жақсы сабақ. Енді әртүрлі жазғы мектептер бар, сол секілді жазғы қазақ тілі мектеп ашылса қалай ойлайсыздар? Баратындар көп болады ма? Жазғы қазақ мектебі деген атаумен отпускке шыққан, демалысқа шыққан адамдар барып үйренетіндей, оқушылар каникулда барып оқитындай деген сияқты. Негізінде бізде қазірдің өзінде жаңағы біздің өзіміздің оқушылар бар ғой. Негізі жазда бізде каникул жоспарланған ғой. Ал ол кісілер айтады, жаз кезінде де біз оқимыз дейді. Тек жұмыстан кейінгі уақыт болса, кешкі уақыттар болады ғой. Сол кезде оқуға олар қарсы емес. Ал жаңағы жазғы мектепті ашуға одан жаңағы оқушылардың, мектеп оқушыларының қызығушылығына байланысты. Негізі үлкен кісілер келуі мүмкін, бірақ мектеп оқушылары келеді деп ойламаймын. Олар демалысы деп. Өйткені мысалы 90 аралық демалыс болды, сол кезде сабақ берген кезде мектеп оқушылары мүлдем келмейді. Демалысымыз бітті, демаламыз. Олар психологически сол нетіп қалды. Саяжайда маусым басталады. Түскісі келеді, Саяжайда келеді. достармен ойнағысы келеді. Дегенмен Көреміз қалай болады. Тобынан да сұраймыз. Менің ойымша болады, жазғылай келде болады. Даже бір аптада бір сабақта болса. Лагерде, дұрыс айтасыз, жақсы оқушылар келмесе де, жалпы жастар, көбінде жас кісілер келеді. Жаңа айтты ғой, жазда да жалғастыра береміз. Ондай менде де көп оқушылар бар. Жалғастыра берейік, үзбей қояйық, жазып қояйық дегендер бар. Және сөзіңізде айтып қалдыңыз, қазір түрлі мекемелерде қызметкерлер тіл үйренуге құлшынысы, ниеттері артып жатыр деп. Расымен де мен байқасам, қазір кез келген жерде жұмысқа тұрғанның өзінде де сұрайды екен, сен қазақ тілін білесің бе? Екі тілде сөйлей аласың ба? Егер жоқ десе, онда жұмысқа дұрыс алмайды екен. Егер мен орысша да қазақша да жақсы сөйлеймін деп тұрса, онда ол адамды жұмысқа алу мүмкіндік артады. Бұл жақсы тенденция ма? Қазір көп кісілер қорқайды. Қорқыныш бар. Ол мен дұрыс емес айтпаса, не болады? Ұят болады ғой. Ұят болады. Қорқып болу керек сияқты меніңше. Әрине. Осы алдыңғы аптада Василий екеуміз сабақ беретін кезде бір жаңа оқушы келді. Ол кісі айтады, мен басында жұмысқа тұрған кезде, өзі бір жерде жаңағы пост жазумен айналысады екен. Сол кезде мен басында жұмысқа тұрған кезде екі тілді білу міндетті емес деп алған дейді мені жұмысқа. Ол кезде тек орыс тілімен кірген дейді. Бастапқыда тек орыс тілімен жазып жүрдім дейді посттардың барлығын. Ешкімде қарсылық болған жоқ дейді. Ал осы соңғы кездері жаңағы қазақ тілін талап ету басталды. Қазақ тілін талап ету былай тұрсын, қазақ тілін бірінші орынға қойып, бірінші қазақ тілінен жазып, одан кейін енді орыс тілінде ақпарат беруді талап етіп бастапты.
бұл ненің белгісі, бұл қаланың ішінде қазақ тілінің жаңағы өріс кеңейгенін білдіреді. Негізінен осыдан қазақ тілінің жалпы тек қана біздің елде ғана емес, біз президентіміз айтып кетті ғой. Қазақ тілі болашақта халықаралық қатынас тіліне айналады деп. Ол кісінің сөзі бар. Одан кейін өткенде ғана біздің жаңағы университетімізде оқытушыларымыз жақсы бір хабармен бөлісті. Әлемнің ең бір үздік университеттерінің бірі Оксфордта қазақ тілін үйретіп бастады. Қазақ тілін. Ол жақта да білесіздер, кез келген тілді үйретпейді ғой. Демек, жаңағы біздің президентіміздің айтқан сөзі бар. Ол кісілер бекерден бекер аспаннан алып жаңағы болжамды айта салмайды. Демек, болашақта қазақ тілінің болашағы зор деген мағынаны білдіреді бұл. Негізі осы. Расында тілді насихаттаудың бір әдісі ол өнер. Мысалы Димаш Құдайберген өзінің талантымен, талабымен, дауысымен қалай өзге тілдерге қазақ тілін насихаттап үйреткізіп жатыр. Барлық қай жерге бармасын халық оны қарсы алып, қазақша сөйлеп, ізгі ниеттерін, тілектестіктерін білдіріп жатады. Қалай ойлайсыздар, осы сияқты әншілеріміздің, спортшыларымыздың көбейгені жақсы ғой бәрі, дейді? Бұл тілдің мәртебесін біздің өзіміздің мемлекеттің ішінде ғана емес, оның аясын кеңейтуге үлкен ықпал тигізеді, әрине. Сондықтан да біз Димаш тек қана өнерді таратушы емес, біздің төл тілімізді, ана тілімізді таратушы ретінде өте жақсы сыйлаймыз. Осы жерде тағы бір айтатын мәселе, жаңа Димаш ол әрине баршамызға үлгі. Өзі бір ғана Димаш жаңағы әнімен, өнерімен қаншама шетелдегі азаматтарға қазақ еліне деген, қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арттырып, өздігімен тілді үйренуге септігін тигізіп отыр. Мен риза болатын жер болса. Негізінен бұл жердегі бір мәселе, Димаш әрине өнерімен танылды. Оның әнінде, жаңағы өнерінде ешқандай күмән келтірмейміз оның мықтылығында. Дегенмен ең бірінші орында оның адами қасиеті. Ол қарапайым. Өздеріңіз көресіздер, неше түрлі видеолар тарап жатыр, жаңағы үлкен кісілерге қандай құрмет көрсетеді, қазақтың мінезін әлемге, болмысын әлемге көрсетіп, жалпы қазақ деген ұлт қандай, не деген мейірімді жандар, қазақ деген қазақ азаматы жалпы қандай болады деп, тілі қандай болады деп шетелдіктер қызығып отыр. Бұдан алатын біздің үлгі, біздің жаңағы оқушыларымыздың арасында көптеген маған өтініштерін айтып жатады. Біз қоғамды, біздің ұйымнан, жаңағы курстан тіл үйренеді ғой. Неге? Дүкенге барған кезде сөйлейтін сөздерді, қарапайым сөздер үйреніп алады да, одан кейін жаңағы дүкендерге, қоғамдық орталарға барып сөйлей бастаса, біздің қазақтар, қазақ-еліңдер күледі екен. Менсінбей қарап, ыржиып күледі екен де, қайтадан өздеріне орысша жауап қайтарады. Бұл жерде басты мәселе, бірінші біз өзіміздің тілімізді өзіміз қадірлеп болсақ, одан кейін ғана басқа азаматтарымызға тілді үйрен деп айта алады. Жалпы қазақ тіліне қызығушылық танытып жатқан адамдарға түсіністікпен қарап, оларды кішкене кеудесінен итермей керісінше өзімізге қарай тартып, солай көмек берсек, жаңағы Димаш секілді тәрбиемізді көрсете алсақ, адамгершілігімізді көрсете алсақ, сол негізгі ең тартымды құрал деп айтады. Жақсы, көп рахмет. Енді уақытымызда мәресіне жетіп қалды. Бүгін осы ба? Тағы бір дүние айтайық. Білесіз бе, қазақ тілі туралы салт дәстүрлер бізде қазір салт дәстүрлер бірдей болды. Өткен жылда мен тұсаукесерді өткіздім. Аралас жәмре, әкесі қазақ, анасы неміс, балаға тұсаукесер жасады. Сүндет тойластарда жасайды. Ол қазір бәрі біз бірдей бізде. Уже все, перемешалось, все аралас болып кетті. Басқа еліне келгенде біз қазақтар боламыз. Сен паспорт бойынша орыс,
мен Ресейде өткен жылда қонақта келдім, маған достар да айтады, бірақ ол өскемендік Ресейде қанша 10 жыл тұрады. Сенде акцент дейді. Яғни қайдағы менде акцент. Бірақ мен оған қазақша қайдан менде акцент шығып дейді. Сен қазақша перейсің, қазақша сөйлейсің. Сен орысша сөйлегенде сенде акцент шығады. Мына әріптер бақай, сен тура осындай әріптер шығады. Қазір Қазақстанда тұрады, уже біз қазақтан қылып кеттік. Орыс сен болса, неміс сен болса, басқа туылды болсаң сен қазақ болып кетесің. Потому что уже қалай айтайын, басында сен қазақ болып кетесің. Уже все, у тебя ой, все, сөзім қалың. Орысша қазақша қалай дұрыс айтуым болады. Қысқасы, анам кәріс, әкем орыс, өзім қазақпын. Иә, солай. Бізде де солай. Қашан дүкенге барамыз, үйде жұмыс істейміз, менде де әкем өте күшті қазақша сөйлейді. Шаруа бойынша бірдеңе жасайық, мен оған айтпаймын, дай, пожалуйста, немесе мен оған бер шал кеш сыпаш, апартасаш, вот тез былай сөйлейміз. Ол бір кезде мен осындай жақта кетті, мына жерге жау ұшып кетті. Оларша десе стана кетті болды. Мен дәріханада барғанда, апай, мынау жау үшін бәрі береліші. Мен білмеймін қалай орысша болады. Мен білемін, мынау жау, ертоқтың астына шығады ғой, қашан көрге салмайсың. Дәл солай. Қашан қазақ арасында тұрасың, қашан мұнан бәрі салт дәстүрлерді кішкене түсінесің, сен уже қазақ болып кетесің. Менталитетің қазақ. Менталитет, уже все. Менталитет бірдей болып кетті. Бізге қалай сөздер бойынша орыстарда қалай аударады сөзі бір жарты. Нағыз қазақтар бір жарты деген сөзі біледі деген. Ол сонымен болды менің ойымша, солай. Қазақ тілін сөйлесек қолдана келіңіздер, қорықпаңыз. У нас очень душевно. Мен айтар едім қазіргі мысалы ағылшын тілін үйреніп жатыр, барлығы. Мақтанған жақсы ғой, мен ағылшын тілін білемін, мен орыс тілін білемін. Ал егер мен ағылшын тілін, орыс тілін, қазақ тілін білсе, триязычие дейді уже. Үш тілді біледі, сондықтан ол айтуға да қомақты қандай жақсы. Сондықтан да өмірде жеңіл келеді қазақ тілін білсең. Егер сен өзіңнің ары қарай өміріңді осы Қазақстанмен байланыстырсаң, мен ойлаймын, осы жергілікті ұлттың тілін білу керек. Ешкім айтып тұрған жоқ, сен осы абай сияқты осы 2,5 миллион сөзді қорыңа енгіз деп. Жалпы күнделікті өмірде сөйлейтін қарапайым сөздерді білсең, соның бәрі жеткілікті. Жақсы, қадірлі көрермен, бүгінгі подкастымыз осындай болды. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.